1 желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік тарихындағы айтулы күндердің бірі. Өйткені 29 жыл бұрын дәл осы күні, яғни 1991 жыл 1 желтоқсан қазақ мемлекеті тұңғыш президентін сайлаған күн. Халықтың 98,78% Нұрсұлтан Назарбаевты қолдап дауыс берген атаулы дата. Азат ел болуға қазақтың шын бекінген, кемеңгер халықтың көреген басшысын таңдаған тарихи күні. Араға 10 күн салып, Қазақстанның тұңғыш президенті ата жолымен ақ киіздің үстінде отырып елге адал болмаққа ант берді. Республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Сол сәттен бастап ел тағдыры ұлт көшбасшысының қолына сеніп тапсырылды. Жалпы елдің іргетасын қалаған тұлғаларды ардақтау, олардың билікке келген күнін ұлттық мейрам ретінде атап өту өркениетті елдердегі дәстүр. Біз бұл мерекені 9 жыл қатарынан тойлап келеміз. Азаттықтың алғашқы күндері қазақ елінің екі тізгін бір жыл бұрын қолға алған Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен тәуелсіздік туралы конституциялық заңды жоғарғы кеңеске ұсынды. Сол жылы 16 желтоқсанда ол заңға қол қойды. Елдің ішкі және сыртқы қарым-қатынасын реттейтін заңнамалық база қалыптастыру, қорғаның болар қарулы күштер құру, шекараны шегендеп, төл теңгені айланымға енгізу секілді үлкен саяси қадамдар жасау алғашында алынбайтын асу секілді көрінген. Ең қиыны тарыққан елді нарыққа бейімдеу еді. Бірақ сол 1991 жылғы халық таңдауы президенттік институттың қалыптасып, елдің еңсе көтеруіне негіз болды. Тәуелсіздік жылдары қазақ елінде 4 рет жалпы халықтық президент сайлауы өтті. Саяси доданың төртеуінде де халық Нұрсұлтан Назарбаевты көшбасшы ретінде қалайтындықтарын өз таңдаулары арқылы дәлелдеді. Демек, сенімге селкеудің түспеуі, сертінде тұратын ердің елі үшін жасаған еңбегінің бір парасы ғана болса керек.